өзі қызық өлең. Осында Қызылорда жүрген өзінің замандастарының көбісі сол жалдамалы тұрғын үйде жүр екен. Атын атап түстемей ақ қойын, бірақ мықты ақындардың ішінде Мұқағали ақын мен тұрған ғашық бір бөлме сенің іргеңде қан тағы қараң қалатын босаған аттап кіргенде дейді ғой. Сондықтан да осы жалдамалы тұрғын үй деген өлең дүниеге келді. Жалдамалы тұрғын үй, жалдамалы әбігерге салғаны ел жұрт үшін, біздей жуас байғұстың бар ма амалы, малым болса алар ем меншіктісін, сенен қалар қу дүние менен қалар, әл дәрменім қалмады мүлдем шыдар, кең дала үйің болар деген бабам далада қаларыңды білген шығар. Өгіз қайда өліпті сынып тарығам, тұрақтылық ұнамас маған онша, қасиет қой қаныма сіңіп қалған, көшіп қонып жүремін бабаларша. Сынып кетпей сынақтан өтсем екен, шыбын жаным сыймадау жер көкке түк, ауылға қайтсам бекен, қайтсем екен, арманымды қалаға жерлеп кетіп. Түк емес, түкті емес оның бәрі, үкімет естімесін бұл жайымды, адамдар бақытты ғой, қорындағы ай сайын мазаламас қожайыны. Өшпес, өмірді нұсқайсың сен, үйсіз өліп кеткеннің бар ма малы, жалдамалы жендетке ұқсайсың сен, жалдамалы тұрғын үй, жалдамалы.